ата-аналар, ұстаздар мен оқушылар. Бүгін біздің қуанышымызда шек жоқ. Өйткені бірінші А сынып оқушылары өздерінің сүйікті әліппелерімен қоштасқалы отыр. Міне, бүгін біз барлық ғылымның атасы, біздің болашағымыздың негізі әліппені бітіріп отырмыз. Олай болса, сүйікті әліппемізді ренжітпей, рахметімізді айтып, өзімізден кейінгі кішкентай іні-сіңлілерімізге табыс ету міндетіміз. Сондықтан қазір осы уақытқа дейін алған білімдерімізді көрсетіп, әр күймен өрнектеп, өнерімізді ортаға салайық. Балалар, біз осы 4 ай барысында нені үйрендік? Оқуды, жазуды өте есеп шығарды, тамаша, би жарайсыздар. Ал тағы да бір сұрағым бар. Мектепке жылдың қай мезгілінде келесіңдер? Қай мезгілінде? Күз мезгілінің қай айында келіп жүрсіңдер? Қыркүйек айында келген екенсіздер, я? Ал алғаш мектепке келген күні біз қай пәннен бастадық сабақты? Әліппе, жарайсыздар. Ал әліппені жазған кім? Ахмет Байтасов атамыз екен, я? Олай болса, балалар, мен сендерге жұмбақ жасырғым келеді. Бар білімнің бастауы, бар ғылымның бастауы, жас балаға нұр шашқан, қандай кітап тіл ашқан. Әліппе, жарайсыздар. Олай болса, ортаға әліппені шақырамыз. Әліппе! 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 Армысыздар, жас достар, армысыздар, ұстаздар. Болашаққа жол бастар, әліппен келді ортаға. Сендердің алған білімдеріңді, өнерлеріңді тамашалауға келдім. Ой, жарайсыздар, олай болса, біздің балалардың өнерін тамашалаңыз.
кетеді. Тәртіпсіз бала күйініш төмендеп басын кетеді. Адам сөзін бастыры, ата, апа, ақыл, оннан ары ас. Қасиетті намысы қайсарлықпен басталып, аяқталғаны қарашты. Әліпбиде ат тұрады басында, ат қашанда әт тұрады қасында. Байқадың ба Б тұрады үшінші, ал осының саны неде үшінші. А деген аналар ғой ардақты, ә деген әкелер ғой салмақты, Б деген балалар ғой көңілді. Біздің елде үшеуі де кәделі. Әліпбимен қоштасып қаламыз, енді құлға ана тілін құлға аламыз, ата-ана орта көп болып, шалаппен не шықты болып. Оқуын достасақ, әліпбимен қоштастық, үсті білім бойымыз, құтты болсын тойымыз. Барып, адап барғаны, айтып адыл бағаны, адапсыз болмайды, онсыз бұн толмайды. Адам барып, адапты ардақтайды, қолдайды. Біз енді Раянаға кішкене көмектесем, бірге айтамыз, иә? Біз болсын ағар-мағармыз, білімнен бақыттанамыз. Өнер білім көп оқып, өсе берсін санамыз. Әліпбе сіздерді оқуға, жазуға үйретті, я? Сол үшін әліпбеге біз не айтамыз? Рахмет айтады екенбіз. Енді қыздар, сіздер биге дайындала беріңіздер, оның арасында мен ата-аналармен ойын ойнатсам деймін. Маған 3 ата-ана керек, бақыл, әдемі 3 ата-ананы ортаға шақырсам деймін. Кім шығады? Мөлді ханым, келіңіз. Сіз шығасыз ба? Келіңіз. Алдиярдың анасы, келіңіз. Сіздер менің қолымда 3 әріп бар, өздеріңіз таңдап аласыздар. Енді сәл жұмысты сақтаймыз, балалар. Әлбет орнымызға отырамыз бұтам. Енді қараймыз. Балалар, біз ата-аналарымызды ойын ойнауға шығардық. Енді ол кісілерде Алиханның анасы ең бірінші тұрған. Сізде қай әріп? Осы Т әрпіне байланысты мен сізге сұрақ қоямын. Сіз сол Т әрпіне байланысты ғана жауап бересіз. Енді өтірік айтуға тура келеді. Сіздің атыңыз кім? Талғат. Қай қалада тұрасыз? Тараз. Балаңыздың сүйіп жейтін тағамы? Тоқаш. Балаңызды қалай еркелетесіз? Тәттім. Балаңыздың ең алғаш айтқан сөзі қандай? Талғат. Өте жақсы. Енді келесі Әдемаудың анасына. Сіздің атыңыз, сізде С әрпі екен, өте жақсы. Атыңыз кім? Сәуле. Қай қалада тұрасыз? Сарыағаштан. Балаңыздың сүйіп жейтін тағамы? Сорпа. Балаңызды қалай еркелетесіз? Сүйікті. Балаңыздың ең алғаш айтқан сөзі қандай? Сүйік. Тамаша, жарайды. Енді Алдиярдың анасы, сізде қай әріп? Н. Н әріп екен, я? Есіміңіз кім? Назым. Қай қалада тұрасыз? Норвегияда. Балаңыздың сүйіп жейтін тағамы? Нан. Балаңызды қалай еркелетесіз? Нәкөле. Балаңыздың ең алғашқы айтқан сөзі? Нан десеңізші? Өте жақсы, жарайсыздар. Рахмет. Әліпбенің ойында әркім құштар ойынға, әріптер сыр ашады, қыздар биге басады. Орталарымызда біздің қыздар көбелек биімен. Келе қойыңыздар.
Табақта 5 алма, қолымда 2 алма. Қосқанда барлығы бұлардың неше алма? 7. Дұрыс па? Өте жақсы. Көлден ұшты 7 қасық, қайтып қонды 2 қасық. Қонбады оның нешеуі кәне кім шешеді? 5. Жарайсыңдар. Аулада 5 үйрек, қорада 3 үйрек, барлығы неше үйрек? 8. Тамаша. 8 қиыр базардан сатып алды Сәлімжан, 5 қиярды алғанда қанша қалды? 3. 3 па? Өте жақсы. Балалар, мен сендердің білімдеріңді көріп ризамын. Енді мен сендерді ана тілімен таныстырайын. Ол да сендердің білімдеріңді тамашаласын. Ал балалар, бәріміз ана тілі. Туған елдің тілін, ақылымен танымын, түсіндірерлеріне ана тілі пенемін. Балалар сәлеметсіңдер ме? Енді бұрынғыдан да көп оқитын боласыңдар. Мен сендерге көп қызықты ертегілер, әңгімелер арнаймын. Сендер ынта қойып мені оқысаңдар, көп нәрсе білмейсіңдер. Ой, өте жақсы. Келіңіз, көрмедіңіз. Сіз де біздің балаларымыздың өнерін тамашалаңыз.
жазатын қалге жетті. Құтты болсын қадамы балалардың. Балалардың білімі құтты болсын. Денсаулығы әрқашан мықты болсын. Білімдерін әрі қарай дамытатын, ерінбейтін еңбекқор мықты болсын. Барлық балаларды ортаға шақырыңыздар. Келе қойыңдар. Тез-тез флешмоб береміз. Я балалар, И всем привет! Это я, Микки Маус! Не хотите ли заглянуть в наш клуб? Микка, Мокка, Микки Маус! Сендерге осы мектебіміздің атынан әліпбиді жақсы бітіргендерің үшін диплом бергім келеді. Енді біз жаза білеміз, әріпті қосып әріпке риза болып саған жүреміз. Сүйікті біздің әліппе. Бар білімнің беташары әліппені сәтті аяқтағаны үшін ықтияр әліпбе дипломмен марапатталады. Тура сондай дипломмен Гасанова Раяна. Оспан Айрис, Болат Інжу, Асылхан Данеля, Құрманғали Алихан, Аманерді Алдияр, Сұлтанбеков Мансұр, Ақтай Айдана, Тажибай Аяру, Сыпалиева Адима, Касенова Адия, Жарылқасым Ерали, құрметті ата-аналар, уақыттарыңызды бөліп, қуанышымызға ортақтасып келгендеріңіз үшін сіздерге мың алғыс. Бүгінгі әліпбимен қоштасу кешімізді салтанатты түрде